Емханаға келушілердің легі күн санап артып келеді. Бір айта кететін жағдай, вакцина алушының тұрғылықты жері еш маңызды емес. Ауылдан келгендерде екпе алуларына болады. Кеше мен келіп едім, кешке российский бітті дегесін. Бүгін таңертең келіп отырмын енді. Жұрттың бәрі де жасатып жатыр ғой, енді коронавирус бітетін емес, тіпті қорқып жүре береміз бе осылай. Вакцина біздерге көмектеседі деп шанамыз енді. Өздеріңіз көріп тұрғанда емханада санитарлық талаптар сақталуда. Вакцина алуға келушілер тыста күтіп, өз кезектері келгенде ғана екпе алу кабинетіне шақырылады. Қазір екі түрлі вакцина болуы себепті таңдау еркіңізде. Мәселен, Спутник V препараты мұздатылған күйде болса, Қазбак вакцинасы сұйық күйінде, бірақ компоненті бірдей. В день прививается около 500. Күніне 600-ге жуық адам вакцина қабылдауда. Осы кезге дейін екпе қабылдағандардан ешқандай шағым болған жоқ. Демалыс күндері де жұмыс жасаймыз. Өткен аптадан бастап Орал қаласында тұрғындар көп жиналатын орындарда халықты жаппай вакцинациялау үшін жылжымалы екпе бекеттері жұмыс жасай бастады. Жылжымалы емханалар шаһардағы Сити-центр, Азия-молл сауда үйлері мен орталық базар маңында екпе шарасы жүргізілуде. Ал Зашаған кентіндегі Жаңғырхан сауда үйі ауласында орналасқан екпе бекеті мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып, ауыспалы мерзіммен жұмыс жасайды. Бірінші екпені осы жерден алған адам екіншісінде басқа қалада немесе тұрғылықты жерінен ала беруге құқығы бар. Қазіргі таңда елімізде сонымен қатар біздің облыста да жаппай вакцинациялау жүргізілуде. Сала мамандарының айтуы бойынша бүгінде екпе алуға ниет тапқандардың қатары көп. Бүгінгі таңда нөмірі 1 қалалық емханада күніне 600-ден аса адам вакцина алады. Сонымен қатар таңдау өз еркіңізде. Ресейлік препаратты ма, әлде қазақстандық препаратты ма? Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.